Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын кекстің рецебімен бөлісемін. Осы видео рецепті соңына дейін көруге кеңес беремін және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер, ал сәттілік. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырамыз. Ерітілген сұйық майды құямыз. Және де сүтті құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте құрғақ массаларды саламыз. Он, разрыхитель, какао. Осыларды жақсылап араластырып, електен өткізу арқылы сұйық массамызға салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң, осындай қою масса болады. Үстіне осылай ыстық суды екі бөліп құямыз. Кекстің қамыры осындай сұйық күйде болады. Осындай силиконды формаларға құйып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей кекстарымыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ, дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кекстің бетін қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Сіздерге видео рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.